Ал достар, қайырлы кеш. Тағы да жалғастырамыз. Жүктілік кезіндегі қысу. Бұл несімен қауіпті? Сол туралы сөйлесейік. Жүктілік кезіндегі қысу өзі үшке бөлінеді: жеңіл, орташа, ауыр деп. Жеңіл деп қай кезде айтамыз? Егер қысу бір тәулікте 24 сағаттың ішінде әйел адам 5 рет құсса, бұл жеңіл деп аталады. Бұндай жеңіл қысу жүкті адамдарда емделмейді, ол өзінен өз кетеді. Ал орташа дегеніміз ол 5 пен 10 реттің аралығы. Яғни бір тәулікте егер әйел адам 5 пен 10 реттің аралығында құсатын болса, яғни 6-10 ретті, бұл орташа қысу деп аталады. Және бұл орташа қысу, егер әйел адамда орташа қысу болса, әйел адам больницаға немесе ауруханаға жату керек. Ауруханаға жатып емделу керек. Себебі неге дейсіздер ғой? Әйел адам көп құсу арқылы көптеген микроэлементтерді, сұйықтықтарды жоғарып, қан қысымының төмендеуіне алып келуі мүмкін. Және осы кезде балаға да бұл әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл өте маңызды. Және ауыр дәрежесі. Ауыр дәрежесінде әйел адам 10-нан аса рет құсады, ылғи да жата береді, шамасы болмайды. Сосын көбінесе әйел адам әбден қиналғаннан кейін аузына ешқандай дәм тата алмайды, су ішсе де құсады, тамақ жесе де құсады, нан жесе де құсады. Әйел адам шаршап, жылайды әлсіздіктен, шамасы болмай. Сондықтан егер осындай қысу болса, бұл ауыр дәрежелі қысу деп аталады. Және оны міндетті түрде ауруханада емдеу керек. Әртүрлі, яғни системалар қойып, сіздің жағдайыңызды жақсарту керек. Бұл сізбен баланың өміріне қауіпті болуы мүмкін. Қан қысымыңыз кенеттен түсіп, яғни сусыздануға алып келуі мүмкін. Және баланың гипоксиясына алып келуі мүмкін. Сондықтан мен айтатыным, ең бірінші жүкті әйелге әрқашан өзінің жан-жарының қолдауы керек. Әрқашан өзіңіздің жан-жарыңызды қолдап, еркелетіп, бірге әңгімелесіп, қалай өзін сезініп жатыр, көмектесуге тырысыңыз. Сіздің жылы сөзіңіз, яғни жүкті әйелдің көңіл-күйін көтеруі мүмкін, және гормоналды фонын көтеруі мүмкін. Әйел адамға өте маңызды. Сондықтан, егер сіз жүкті әйел болсаңыз, немесе отбасыңызда жүкті әйел болса, осы видеоны жіберіп қойыңыз, керек болып қалар. Ал егер осындай токсикоздың ауыр түрлері сізде болып жатса, міндетті түрде ауруханаға хабарласыңыз. Жеңіл түрі амбулаториялық, яғни емделеді.